Аллергия дегеніміз не? Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге аллергия қайдан пайда болады? Соны айтқым келеді. Аллергия деген дұрыс тамақтанбау, ішіңіздің ластығы. Ішіңіз лас болғанда сіз ана жуынды су құйып қойған жоқсыз, лас болатын. Ол жүре пайда болатын ластық. Тамақтан қалдықтар қалады. Я болмаса тағы да майлы тамақ жейміз, майлы тамақтың үстіне торт жейміз, торттың үстіне тағы бірдеңке жейміз. Сөйтіп тамақты реттемеуден шығады аллергия. Ішкі құрылысқа аллергия. Онан кейін ішіңізде құрт болса аллергия шығарады. Ішіңізде өт толса аллергия шығарады. Асқазаныңызға сіз кәдімгі сөл көбейіп кеткен жағдайда асқазаныңызға мына уақытысымен тамақ ішпейсіз, мына жақтан өт құйылады. Өзінің уақытысында тамақ сұрайтын кезде өт өзі келеді. Алла тағаланың жаратқаны қандай адамды? Өттің өзі шығып отырады. Ал сіз тамақ ішкен жоқсыз. Ол барады да өттің сөліне араласады. Мына жақтан сіздің ұйқы безіңізден тағы да ферменттер өзі уақытысымен бөлінеді тамақ ішетін кезде. Оның бәрі асқазанға барады да не істейді? Асқазанды жара қылады. Асқазанның ішінің барлығын былайша айтқанда быт-шытын шығарады. Білдіңіз ба? Мысалы, стиральный машинеге сіз салыңыз. Аяқ киім салыңыз, киім салыңыз, тағы басқа бірдеңке салыңыз, неше түрліні салыңыз. Қандай быт-шыт болмай ма ол? Сол сияқты сіздің ішіңізде быт-шытын шығарады. Ол барып қаяққа апарады? Сізді аллергияға, мына үстіңіздің бәрі қышығанға, қап-қара дақтарға әкеліп соқтырады. Сондықтан бұның емдеу жолдарын іздесеңіздер, ішті ең алдымен тазалау керек. Неге мен осы көктемді тазалау керек деп көп айтып отырмын сіздерге? Өйткені тазалаған ішті тазаласаңыздар, беттеріңіз әдемі болады, жүздеріңізге нұр келеді. Адам тазарған сайын жүздеріңізге нұр пайда болады. Жаңағы тамақты реттеу керек болады. Аллергияда тамақты реттеу, ішті тазалау, уақытысымен демалу. Міне осы бұның емі, басқа ештеңе жоқ. Аллергия туралы егер сіздерде асқынып кеткен жағдайлар болса, үй жағдайында емделе алмайтын жағдай болатын болса, маған келіңіздер. Осы жерден емнің бәрін табасыздар. Подписка жасауды ұмытпаңыздар. WhatsAppқа жазыңыздар, жекеме жазыңыздар. Келемін деген адам жекеме жазыңыздар. Комментарийға сұрақ қоюға болады әрине. Бірақ комментарийға біз көп жауап бере алмаймыз. Оны түсініңіздер. Сондықтан жекеге телефон жазылып тұр астында, сол телефонмен хабарласыңыздар.